Армысыздар қазақ елі, менің есімім Табылдиева Назым, мен Алматы қаласының тұрғыны. 20 қараша 2022 жыл кезектен тыс заңсыз түрде өткен президент сайлауына қатысқан жоқпын. Сонымен қатар менің отбасымда 8 адам бар. Одан өзімнің ағайын туыс бауырларым, жақындарым ешқайсысы бұл кезектен тыс өткен президент сайлауына қатысқан жоқ, ешқайсысы дауыс берген жоқ. Егер әрбір отбасыдан осылай 5-6 адамнан алып есептеген кезде уже миллиондаған адам бұл сайлауға қатысқан жоқ деп есептеуге болады. Бұл сайлауға не үшін мен дауыс берген жоқпын? Себебі бұл сайлауда дауыс беретіндей лайықты кандидат болған жоқ. Бұл сайлауды мен заңсыз сайлау деп есептеймін. Себебі сайлау учаскесіндегі мұғалімдер халықтың дауысын ұрлап Қасым-Жомарт Тоқаевқа дауыс жинап берді. Сол үшін мен бұл сайлаудың қорытындысын мойындамаймын және заңсыз деп білемін.